Hello, I'm Missy Shanat. Welcome to my channel. Сіздермен бүгін осы English language кітабы People's бойынша осы 7-ші бөлімнің 7-8 сабақтарын өтетін боламыз. Бұл бізде 88-89 беттерде екен. Қараймыз мына жерге. Қараңыздар. Бұл бізде project, яғни жоба жұмысы екен. Жоба жұмысын жасаймыз. Қараңыздар, өтті. Енді buildings in our town. Яғни менің қаламдағы, біздің қаламыздағы ғимараттар. My favorite street, менің сүйікті көшем бай көркем, көркемнен, я көркеммен. Енді қараңыз, оқимыз, аударамыз. My favorite street is High Street. Менің сүйікті көшем биік көшесі, немесе High көшесі. High дегеніміз биік дегенсіз, бұл жерде биік көшесі. It's a busy street. Ол өте адамға толы, адамдар көп жүреді. There are a lot of shops in High Street. Яғни осы биік көшесінде дүкендер өте көп дейді, иә? Бар, дүкендер көп бар, көп деп жатыр. There is a supermarket, супермаркет бар, және де супермаркет бар дейді. It's next to a pet shop. Ол осы зоодүкеннің жанында дейді. I usually go to High Street by bus. Мен осы биік көшесіне әдетте немен барамын дейді, автобуспен барамын. Міне қараңыздар. Енді жалпылама exercise number 1. Бұл бізде жоба. Сіздер де осылай өздеріңіздің жобаларыңызды осы үлгіде жасайсыздар, A4 форматындағы парақ аласыздар да, осылай осы жерге өздеріңіздің көшелеріңізді осылай жалпылама түсіндіріп, қысқаша осы үлгіде суретін салып қоясыздар. Одан кейін exercise number 1. Which buildings are there in Көркем's favorite street? Яғни осы Көркемнің жоба жұмысындағы Көркемнің осы жоба жұмысы бар ғой, осы жерде қандай ғимараттар бар екен, соны не қылады екенбіз, былай белгілейді екенбіз. Мысалға бұл жерде не бар екен? Post office. Post office бар, осы бөлімде өтетіндер. Одан кейін мынау бізде кафе, дұрыс па? Кафе бар. Одан кейін нені суретін салып қойған? Toy shop, ойыншықтар, иә? Toy shop бар. Сосын мынау бізде не бар? Shop, супермаркет, иә, бұл бізде. Супермаркет деп ойлаймын бұл жерде, мына, иә, заттар алатын супермаркет. Ал одан кейінгі мынау бізде ит сүйекке ұқсап тұр, аяқтар. Бұл бізде pet shop. Яғни зоодүкен. Ал енді бұл жерде сіз bookshop көріп тұрсыз ба? Мен бұл жерде кітап дүкен көріп тұрған жоқпын. 1, 2, 5 дүкенді ғана көрсетті. Ары қарай жоқ. Осы дүкен бар екен, Көркемнің осы несінде, жоба жұмысында. Енді сөздер бір қайталап өтейік. Post office, почта, toy shop, ойыншық дүкені, кафе, pet shop, зоодүкен, жануарлар дүкені дейміз, bookshop, кітап дүкені, супермаркет деген сөз. Енді exercise number 2 дейді. Think, ойлан дейді. Tell the class, сыныпқа айтып берді. What's the name of your favorite street? Яғни сенің сүйікті көшенің аты не? Тура мына үлгіде осы жеткіздер. What's the name of your favorite street? Сенің сүйікті көшенің аты не? Міне мынау. My favorite street is High Street. High дегенге сіз өзіңіздің көшеңіздің атын жазасыз. Is it a busy or a quiet street? Жазасыз. Ол busy, яғни адам көп жүреді ма, немесе тыныш па? Қандай көше? Quiet деген тыныш көше деген. Busy адам көп жүретін көше. Яғни мына жерде busy болса, busy деп жазасыз. Quiet болса, мына жерге quiet деп жазасыздар. Тыныш көше. Одан кейін, what is there in your favorite street? Яғни сенің сүйікті көшеңде не бар дейді. Яғни нелер бар? Мына Көркем бізге айтты ғой. There are деді, иә. Одан кейін, a lot of shops in High Street жазды. Одан кейін не бар? Атап өтті олар. Супермаркет бар деді, иә. Оның жанында не бар деді? Next жанында pet shop. Жануарлар дүкені бар деді. Сосын мен әдетте барам деді. Тура осылай сіздерде белгілейсіздер, жазасыздар. What is there in your favorite street? Мысалға, there are деп жазсаңыздар болады. Мысалға, there are. Бар. There are supermarket. Қандай нәрселер бар? Cafe, pet shop деп жазасыздар. Мысалға, there are cafe, cafe бар болса. Cafe and pet shop бар, иә?
жануарлар дүкені бар болса, осылай pet shop деп жазасыздар. Сосын how do you go there? Яғни сіздер қалай барасыздар? Яғни by bus, автобуспен, by car, көлікпен, таксимен, on foot, жаяу. Мысалға көркем бізде жазып қойыпты. I usually go to high street, high street өздеріңіздің көшеңізді жазып, by дейді, by автобуспен барады. Мысалға сіздер үйлеріңізге жақын болса, бастың орнына нені жазасыздар? By, мысалға byдың орнына by деп жазбайсыз, by бас демейсіздер, by бас атыстайсыздар да, on foot. Сонда жалпылама қалай жасақ болады? Сонда қалай I сіздерде usually сосын не тұр? Go to high street деді, бұл жерде өздеріңіздің көшеңізді жазасыздар. High street by емес on foot. Яғни жаяу барамын деген сөз. On foot егер by car болса, жазасыз by car. Ол кезде on foot дегенді жазбайсыздар. Одан кейін ол осымен осылай өздеріңіздің осы үлгі бойынша өздеріңіздің жоба жұмсайсыздар. Үшіншісі, және де оны сыныптарыңыз айтып кетесіздер. Do my favorite street project present it to the class? Тура мен айтып үшінші топтағанда сіздер тура осындай жоба жұмысын жасап, оны тура осындай жасап, сәндеп, суретін салып, оны класстарыңызға көрсетіп айтып боласыздар. Келесі ол бізде lesson 8, 8-ші сабақ, ол бізде 89-ші математика, math. Сіздер аламыз, қосамыз деген сөз. Бірінші мен сіздерге қазір exercise number 1, listen, point and repeat, тыңда, көрсет және де қайтала деген. Мен тыңдалымды аудио жолдарын қосамын, мұқият тыңдаңыздар. 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Түсінікті болды деп ойлаймын, қараңыздар. 30, 30, 40, 40, 50, 60, 60, 70, 80, 60, 90, 90, 100, 100. 30, қараңыздар, мән беріңіздер. T деген жалғанып жатыр, әртүрлі оңдыққа міне. 40, 50. Яғни не жалған жатыр? Міне, T деген жалған. Мысалға 4 дегенге 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Енді мынау exercise number 2. Write the numbers in the correct bag. Яғни мына сандарды дұрыс қапқа жазды. Мынау. Мысалға бізде odd numbers деген сол бізде қандай сан еді? Бұл бізде тақ сандар. Ал even numbers деген сол бізде жұп сандар. Енді мынаған біз тақ сандар жазамыз. Мына жерде тауып алуымыз керек. Мына жерге жұп сандар жазамыз. Мысалға, қараңыз. 22 деген сол бізде қай сан? Ол бізде жұп сан, дұрыс па? Жұп сан болғандықтан 3, 4, 5, 6, 22-ні мына жерге жазамыз. 22. 90, 90 деген сол бізде жұп сан. 90. 36 дегеніміз 36. Ол бізде жұп сан 36. 36. 55 ол бізде тақ сан. Мына жаққа жазамыз. 55. 23, 23 тақ сан. Odd numbers. 47-де тақ сан. Жазамыз. 47. Мына жақта қараймыз. 66, 66 ол бізде жұп сан. Even numbers. 34, 34 even numbers. Жұп сан. 49, 49 ол бізде тақ сан. 73, 73 тақ сан. 41-де тақ сан. 41 деп айтамыз. 78, 78 бұл бізде жұп сан. Міне, осылай болады. Келесі exercise number 3, think, ойлан дейді. Do the sums and write the numbers. Мынаны есепті шеш дейді, және де сандарды жазып. Яғни бұл жерде біз не істейміз? Есептеп шығарамыз.
44 plus 7. 4-ке 7-ні қосыңыздар. Қанша болады? 51 болады. 51-ден minus 5. 51-ден 5 тапсаңыз қанша болады? Яғни 46 болады. Ол бізде 46 деп жаздық. Дұрыс па? An odd number between 34 and 37. Odd дегеніміз тақсан. 34 пен 37-ның арасындағы тақсан. 34, 35, 36. Яғни тақсан ол бізде 35. 35, 36 жұпсан. Сол себепті 35. Енді жазамыз. Енді 35 қалай жазылады? 30. 30. Если сызықша жазбасаңыз да болады. 35. 35. Яғни 35. Double 20, then add 1. Double 20, then add 1. Яғни double 20 дегеніміз 20-ны 2 еселе дейді, 40 болады ма? 40-қа add 1 деген 41 болып кетеді. Қалай болады? 40 41 болады ғой, 41. 41. Сіз жазсаңыз болады, жазбасаңыз болады, 41 сіздер. 41. Мына жерде мынау ар әрпі неғылмайғаныңыздар. 41. Half of 50. Яғни 50 деген елудің картасы қанша болады? 25 болады ғой, дұрыс па? Енді 25 дегенді жазамыз. 25. Мына жерге сызып қойсаңыз да болады, қоймасаңыз. An even number between 65 and 68. 65 пен 68-ның арасындағы жұпсан 65, 66, 67, 66. Енді 66 деген сөз қалай болады? 60 деген 6. Енді 66. 66. Сызықша қойсаңыз да болады, қоймасаңыз. 66. 66. Енді 100, 100-ден аламыз minus 10. 90 болады, 100-ден 10 тапсаңыз. 90-нан 5 тапсаңыз 85. Енді 85 деп жазамыз. 80, 85, 85. Сызықшаны қойсаңыз да болады, қоймасаңыз болады, қайта беремін. Енді осы 7-8 сабағымызды аяқтадық, түсінікті болды деп ойлаймын. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Және де маған мотивация болсын деп өзіңіз пікірлеріңізді немесе пожелание дейді ғой, сабаққа дейін. Қандай ойларыңыз бар, жақсы, немесе жаман, не болса да пікір бөліміне қалдырып кетіңіздер. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын, сұрақтарыңыз болса да. Енді келесі жолмен осы 9-10 сабақты салатын боламын. Достарыңызбен бөлісіңіз, арнама тіркеліңіз, комментарий жазыңыздар. Our lesson is over. Goodbye.